Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Тағы да көп адам жазып жатыр. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев Қытайдан келген туристер туралы терезе қараңғылау көліктердің ішкі істер министрлігіне хат жазып жатыр дейді. Олар қараңғыланған алдыңғы шеткі терезелермен солармен жүре беруге рұқсат берейік деген сияқты. Мен ойлаймын, мен үйіме келіп алып, басқа кісі өзінің ережесімен жүре алмайды. Сол сияқты біз ешкімге біздің жол ережесін бұзғанға, біздің заңымызды бұзғанға жол бермеуіміз керек. Ешкімге жеңілдік жасамауымыз керек. Мысалы, Өзбекстанға барсаңыздар, міндетті түрде артқы жақтағыларды да қараңғылаған терезелерді пленкасын алып тастауға мәжбүр боласыз. Немесе айыппұл төлейсіз де ары қарай жүре бересіз. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бізді ондай жеңілдік жасамау керекпіз. Заң бәріне бірдей. Бір жағынан ойлап қарасаң, 1,5 миллиард саны бар Қытай көліктердің қараңғылауына рұқсат берген. Ал біз 20 миллионға не халық тереземізді қараңғылауға рұқсат берілмеген. Соның қарағанда неше сияқты басқа ойлар келеді. Біздің үкімет халықтан қорқады, 1,5 миллиард бар. Қытай қорқпайды. Ары қарай неше сияқты ойлар басқа келеді. Мен өзім соған қарсымын. Қытай болсын, кім болсын, ертең күні оларға жеңілдік жасамау керек. Біздің заң бар ма? Сол заңды бәрі сақтау керек. Ертең күні ана Амстердамнан келеді, марихуана шеге берейік біз көшеде деп, конопля шеге берейік деп. Ол дұрыс бола ма? Ертең талибандар келеді, біз көшеде автоматпен жүреміз деп, сендер де автоматпен жүре берейік деп. Бәріне рұқсат бере берейік па? Әркім өз үйінде өзінің заңы бар. Біздің заңға бәрі бағынсын. Мен өзі жеке пікірім солай. Оқырмандар жазып жатыр, сұрап жатыр. Сіздің ойыңыз қалай, сен ойың қалай бауырым деп. Мен ойым солай. Ешкімге ешқандай жеңілдік жасамау керек. Біздің елге келді ме, біздің заңға бағынсын. Болды.